бір уағызшы жаңағыда айтыпты, 2 ракаттан кейін сәлем бересің, одан кейін бір ракатты жеке оқисың деп келіпті. Айша анамыз айтып жатыр. Айша анамыз радиаллаху анха айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күніге көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күніге өтір намазын үйінің ішінде оқиды, кәдімгі үйіне кіріп оқиды. Айша анамыз күнделікті көреді. Сөйтіп Айша анамыз айтып жатыр, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 2 ракат өтір намазында 2 ракат оқып болғаннан кейін сәлем бермеді дейді. Тағы да бір хадис келеді, Ибн Умар радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өтір намазын оқыған кезде 2 ракат оқып болғаннан кейін сәлем берді, одан кейін барып 1 ракатты бөлек оқыды, жеке оқыды дейді ғой. Осы хадиске, мына хадисті біз не істейміз? Алып келеміз. Енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның жанында болған кім? Айша анамыз әлбетте. Өтір намазын оқып жатқан кезде әрқашанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды кім қарап отты? Айша анамыз, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өтір намазын қайда оқитын еді? Үйінде оқитын еді. Мешітте емес.